Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді зебра пирогын дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады, жұп-жұмсақ, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіз. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарамыз. Шым-шым тұзымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Аппақ көпіршік болғанға дейін араластыру қажет болады. Үстіне бір кеседей қантымызды салып, миксердің жылдамдығын арттырып, ары қарай араластырамыз. Бір кеседей қаймағымызды саламыз. Мендегі үйдің қаймағы. Барлығын салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Міне достар, араластырып болдық. Енді ұнымызға қопсытқышымызды салып, бір шай қасықтай осы ұнымызды біртіндеп салып араластыратын боламыз. Бірден ұнды барлығын салмаймыз, біртіндеп саламыз. Бізде қою қаймақ сияқты масса шығуы қажет. Енді осы массамызды екіге бөлеміз. Біреуіне какао қосамыз, екіншісі осындай ақ масса болып қалады. 2-3 қасықтай какао ұнтағын саламыз да жақсылап араластырамыз. Енді формамызды жақсылап майлап, үстіне массамызды кезек-кезек салатын боламыз. Енді үстіне таяқшамен неше түрлі оюлар жасаймыз. Өте әдемі болып көрінеді. Келесі кезекте пешімізге 180 градуста 25-30 минутқа қоятын боламыз. Міне достар, біздің дәмді пирогымыз дайын болды. Өте тез дайындалады. Әрі ескірмейтін пирог маған өте қатты ұнайды. Рецептін сақтап алыңыздар. Барлық ингредиентті описание бөліміне қалдырып кетемін. Сіздермен болған айым. Егер де ұнаса, лүпілдеріңізді аямаңыздар, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар, ас болсын.